Маңғыстау облысында оқу жаттығуда жүрген қатардағы жауынгер оққа ұшып қайтыс болды. Марқұмның әкесі тапаншаны баласының басына әдейі атуы мүмкін дегенді айтып отыр. Мұндай айыпқа қорғаныс министрі не деп жауап берді? Астанада көшпенділер ойыны өтіп жатыр. Ауа райының құбылғанына қарамастан халықаралық жарысқа келушілер көп болды. Арасында Бекболат Тілеухан да жүр. Ұлттық ойындар жарысы қалай өтіп жатыр? Атышулы Мұрат Әбділді бостандыққа шығыпты. Абақтыдағы азамат енді тағы әлеуметтік желіге шығып, аузына келгенін айта ма? Ақпардың кезектілігін ұстамыз. Құрметті көрермен, біздер қазір Қызылорда өңірінде жүрміз. Алдағы уақытта сіздерге көлемді деректі фильм ұсынбақшымыз. Атом электростанциясына қатысты тақырып баршаңызды алаңдатып жүргені белгілі. Деректі фильмде атом электростанциясы дегеніміз не? Ол не үшін керек? Халық оған қарсы ма? Қандай қаупі бар деген секілді ақпараттарымызды ұсынатын боламыз. Сол үшін біздің арнамызды үнемі бақылауда ұстаңыздар. Біз жолда жүрген соң кей өңірлерде байланыссыз қалып жүрміз. Өзекті деген ақпараттардан қалып кетпеу үшін байланыс бар жерде барынша жаңалық оқып, бақылап жүрміз. Кешелі бері жұрт талқылап жатқан жаңалықтардың бірі Маңғыстау облысындағы сарбаздың қазасы болып отыр. Оқиға 7 қыркүйек күні болды. Маңғыстау облысы Оймаш полигонында оқу жаттығудан өтіп жатқан сарбаз өзіне байқаусызда оқ атып қайтыс болды деген хабар жетті. Ақтау гарнизон баспасөз өкілі сарбаз жаттығу қаруын дұрыс қолданбаған соң жарақат алып өмірге маңызды бар жерге зақым келіп қайтыс болды делінген. Алайда сарбаздың әкесі мына видео үндеуі жұртты алаңдатып отыр. Веду видеосъемку с автомобиля военного, еду в военный округ города Ахтау. Здесь случилось такое, что застрелили моего сына с пистолета в лицо. Теперь, как говорят, это был несчастный случай. Офицер игрался с пистолетом, и тот сам по себе якобы выстрел. Я прошу министра обороны Республики Казахстан, министра Республики Казахстан, чтобы это дело так просто не сошло, что якобы это несчастный случай. Здесь нету несчастного случая. Просто по-своему я понимаю, чтобы пистолет стрельнул, во-первых, надо патрон дослать в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это было точно не игрушка и точно не играл этот офицер. На данный момент, говорят, его закрыли. Возможно, захотят замять дело. Я хочу, чтобы прям досконально все изучили. Сейчас поеду на следственный комитет города Ахтау, вот еду. И в дальнейшем поеду, где сына хотят вскрытие проводить. Сарбаздың әкесі баласының осындай оқиғамен қайтыс болуы мүмкін емес дейді. Оның офицерлерінің бірі әдейі өлтіруі мүмкін дегенді айтып отыр. Марқұм сарбаздың әкесі әскери полигонды өз көзімен көріп, баласының мәйітіне өзінің рұқсатынсыз ашпауын сұратқан. Халыққа арнаған видео үндеуінде баласының бұл жағдайға түскеніне сенбейтінін, әрі оған хабарласқан тұлғалар офицерді қамауға алынғанын айтыпты. Бұл хабарды Ақтау гарнизоны баспасөз жолдаған көрінеді. Лагер кезекшісі лейтенант Дамир Досаев ескертусіз ПМ 9 мм қаруын қолданған. Соның салдарынан сарбаз Марат Барқұловтың бетіне оқ тиіп ауруханаға барар жолда қайтыс болды. Бұл оқиға бойынша қызметтік тергеуде басталыпты. Қорғаныс министрлігі де аталған жайтты бақылауға алатын мәлімдепті. Еске салайық, жоғарыда айтқан Маңғыстау облысындағы бұл алғашқы жайт емес. Естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын Маңғыстау облысында Бейнеу ауданындағы шекара қызметінде борышын өтеп жүрген Еділ Тешебаевтың оқиғасы естеріңізде шығар. Ол әскердегі әлімжеттіктен қорлық көріп, қаржылық қиындықтың салдарынан өз-өзіне қол жұмсаған болатын. Алайда сарбаздың мойнынан 2 белбеу табылыпты. Ата-аналары баласы осындай жағдайға жеткізген әскери бөлімді кінәлап отыр. Тіпті қайғылы оқиға болғаннан кейін әлеуметтік желіде сарбаздың соңғы хаттарын жариялап, анасының үндеуі де шыққан болады. Соңғы хатында сарбаз әскерилерді жазғыруды тоқтатуын өтініп, бұл қаржылық қиындықтың салдарынан болған жайт дегенді айтқан. Ал қайғы жұтқан ата-анасы әскерге кеткен баласына неге қаржы қатты керек болғанын әлі де білмейді. Ал оқиғадан кейін президент тексеру тобын құруды тапсырған болатын, алайда деректер анықталмай іс жабылды. Мінекей осылайша өкінішке қарай әскерге кеткен сарбаздарымыз кебінге оралып қайтып келіп жатыр. Осыған дейін біз көтерген Ербаян Мұхтардың жайы президентке дейін жетіпті. Әлеуметтік желіден де жұрт көріп бір-біріне таратып жатыр.
Тоқаев жолдауда әскердегі әлімжеттікке алаңдаушылық білдірді. Әлімжеттікті тоқтатып, әскериді сарбаздың алаңсыз қызметін өтеп, үйіне аман-есен оралуын қамтамасыз етуін тапсырған болатын. Тіпті кеше ғана келелі кеңес өткізіпті. Ал жолдауда бас изеумен отырған қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов енді осы Маңғыстаудағы жайттан кейін қимылдайды деген үміттеміз. Маңғыстау өңірінде соңғы аптада түрлі жаңалықтар болып жатыр екен. Күні кеше Мұнайлы ауданы Бесшоққа ауылдық мектебінің 67 оқушысы уланып ауруханаға түсті. Осындай ақпарат әлеуметтік желіде тарады. Балалардың ыстығы шығып, іштері ауырған. Алғашқы 2 бала осы диагнозбен ауруханаға жүгінгенде мән бермегенін айтады. Алайда улану дерегімен 67 бала жүгінгенде дабыл қаққан. Қазір 2 адамның үстінен іс қозғалыпты. Тергеу басталды. Дүниежүзілік көшпенділер ойынына әлемнің 89 елінен спортшылар қатысуда. Күні кеше ашылу салтанаты өтті. Мұндай салтанатты рәсімді шыны керек үлкен лига футболында Олимпиада ойындарында көршедік. Бұл жолы өзіміздің астанамызда өткені шыны керек қуаныш сыйлады. Сонымен дүниежүзілік ойындардың ашылуына Тоқаевтан бастап бірқатар ел басшылары қатысыпты. Ашылу салтанаты жоғарғы деңгейде өткенін сіз де біз де көрдік. Шетелден келген спортшылар да таңдайын қағысты. Салтанатты жиынның ашылуына әдетте басқа елдердің ұйымдастырушылары қызмет көрсетіп жүретін. Ол үшін қыруар қаржы алып, артық шығын төлейтін едік. Бұл жолы рәсімді өзіміздің отандық филармония театр актерлары өткізіпті. Барлығы шараға жоғарғы дәрежеде өтуіне 3000-дай өнерпаз қатысты. Көшпенділер өркениеті дүние жүзі тарихында өшпес із қалдырған өркениет. Ұлы дала көшпенділері ежелден байтақ Евразияны мекен еткен. Олар жаһандық даму үдерісіне түбегейлі өзгеріс әкелді. Сол замандағы озық технологияның иесі болды. Көшпенділер 5000 жыл бұрын жылқыны қолға үйретті. Қазақ жерінен Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи сынды ғұламалар шыққан. Олар ілім ғылымның дамуына орасан зор үлес қосты. Біздің бабаларымыз алып мемлекеттер құрды, үлкен қалалар салды. Ұлы далада Отырар, Түркістан, Тараз, Сарайшық сияқты сәулетті шаһарлар бой көтерді. Бұл ұлттық спорт түрлерінен өтетін әлемдегі ең ірі дода. Көшпенділер ойынының ашылуына Париж Олимпиадасының чемпионы Елдос Сметов та қатысып жүр. Ол желіде экс-депутат Бекболат Тілеуханмен бірге жүрген видеосын жариялапты. Сол жазбада Бекболатты көрген желі қолданушылары жерден алып жерге салып жатыр. Ал Мұхамеджан Тазабеков болса Инстаграм желісінде Реджеп Тайып Ердоғанның баласымен түскен фотосын жариялады. Биыл 90-ға жуық елден өтінім түскеніне қарағанда көшпенділер ойыны жыл санап сәнге айналып келе жатқан сияқты. Биыл географиясы да кеңейе түскен. Мәселен, Қазақстанда өтетін ойындарға қатысатын құрлық ішінде ең шалғай жатқан Австралия спортшылары қатысып отыр екен. Венесуэла, Ирландия және Гамбия командалары биыл алғаш рет өтінім беріпті. Осылайша бұл ойын соңғы 10 жылда алғаш рет континенттердің басын қосқан спорт алаңына айналып үлгерді. Осы ретте көшпенділер ойыны түркі әлемінің олимпиадасы бола ала ма деген заңды сұрақ туындайды. Әрине, ұлттық ойындардың жөні бір бөлек. Халықаралық деңгейде шығу үшін алдымен ереже тәртіптері айқындалып, онымен айналысушылар мен жалпы қызығушылар санының көптігі сияқты шарттар орындалуы тиіс. Көшпенділер ойыны түркі әлемінің олимпиадасы бола ала ма, қалай деп ойлайсыз? Әрине, кеше президент Тоқаев ашылу салтанатында оны арнайы жариялады. Оны кеше ашылу салтанатында білсе болады, Париждің ашылу салтанатында олимпиада өткен. Ешқандай кем болған жоқ. Комментарияларды оқысаңыз. Әрине, өзім солай санаймын өзіме. Осы біздің ұлттық спорттың олимпиадасы деп санаймын. Және чемпион болуға тырысамын. Біз үшін түрік халықтар үшін өте қуанышты мәселе бұл. Әсіресе Қазақстанда өтіп жатыр 5-ші рет. Біз оған қуаныштымыз. Өзіміздің мемлекетімізде, өзіміздің отанымызда. Ол түсінген адам үшін бір бақыт деп ойлаймын. Әрине бола алады.
не тек қана түркі емес, жалпы көшпенділік барлық халыққа тән негізінде ол дәстүр. Ата-бабаларымыз барлық халықтың ар жағында көшпенділік дәуірі болған. Сондықтан ол тек қана түркі халық емес, жер бетіндегі барлық ғаламшарда барлық мемлекетті халықтарды қамтиды деп ойлаймын. Әрине болады. Өйткені қызығушылық өте көп. Биылдан өзіңіз байқадыңыздар, негізі дәстүрді сақтау біздің маңызы зор дүние болғандықтан кейін бұл халыққа да қызық және көп бұзылып жатқан қазіргі заманда нағыз керек. Яғни біз өз балаларымызды ешқашан жамандықтан тыямыз әрқашан. Сондықтан ата-аналар балаларын жақсы дүниеге етермелеп беру үшін біз оларға осындай дәстүрі бар, тарихы мол спорт түрлерін насихаттауымыз керек. Бұл ойын түркі жұртының басын қосып, бірлігін мығым ете түсетін, нұр үстіне нұр болатын үлкен шара. Түркі ұлттық ойындарына еуропалықтар неге қызығады? Европада дағы біздің білішімізше көчмөндөр жашап келген. Бұл көчмөндөр ойыны болған соң, әрбір көчмөн ұлт келіп бұл ойынға қатысуға милдеттүү деп есептеймін. Анткени бұл аябай қызықты ойын. Әрбір мамлекет өзінің күшін көрсөткөнү келет. Өзінің içinde болған жүрегіндегі ойындардың күшін көрсөткөн. Айткандай эле аябай қызықты болот деп ойлойм. Әрбір мамлекет катышыш керек, биримдикке болуш керек. Бұл әрбір ар кандай мамлекеттерди достуктарга алып келет. Чүнки бу традиционный мусабака болгонлугу үчүн hammani ruhan qiziqtiradigan narsa-da, ruhan boy qiladigan, ruhan chiniqtiradigan, dam oltiradigan sport bo'lganligi uchun hamma qiziqadi bunga. Qaysi Amerikadan bo'ladimi, Yevropadan bo'ladimi farqi yo'q. Bu ruhni tinchlantiradigan sport. Енді бұрыннан-бұрын біздер енді қазақ емес тек қана көшпенділер, түркі елдері бұрын көшіп сөйтіп жүрді ғой. Сол кезде де олар өздерінің мына ойындарын ешқашанда ұмытқан жоқ. Сондықтан соны әлі күнге шейін дәстүрді жалғастырып келе жатыр. Енді олар да сол біздің түркі елдердің дәстүрлерін жалғастырғысы келеді. Енді мен естіп жатырмын, Америкадан көкпар ойнатуға жігіттер келіп жатыр екен. Қош келдіңіз деп айтамын бәріңізге де. Oyunlarımız kutlu olsun. Muhteşem bir organizasyon. Çok güzel ağırladılar bizi. Çok güzel ağırladılar. Misafirperverlikleri muhteşem. Yani kendimizi evimizdeymiş gibi hissettirdiler bize. Yani o yönden çok teşekkür ediyorum. Yani hiç yabancılık çekmedik. Allah razı olsun. Көшпенділер ойыны Астананың 5-бірдей спорт нысанында өтіп жатыр. Халықаралық деңгейдегі мұндай спорттық шараларды өткізуге спорттық нысандардың саны да, салтанаты да, түрі де, сапасы да көңіл толатындай болып дайын тұр. Қала іргесіндегі Қазанат ипподромында ат жарыс, садақ ату, құспен аңшылық құру сияқты ойын түрлерінен жарыстар өтіп жатыр. Үшкемпіров атындағы күрес сарайы мен Алатау мұз айдынында да ұлттық күрес түрлері, Думан спорт кешенінде интеллектуалды ойындар өтіп жатыр. Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешенінде аккредитация орталықтары орналасқан. Этноауылда 11 топ Азия стилі бойынша жамбы атудан жарысқа түсті. Ал көкпарға Қазақстан, ақш, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Венгрия, Монғолия, Қытай, Түркия командалары қатысты. Олардың арасында екі көршіміз Ресей мен Қытайдың көкпаршылары да қарсы шықты. Алаң иелері өзімізге бүгінгі күн сәтті басталды. Қазақстан командасы Өзбекстан жігіттерін ауыз толтырып айтарлық есеппен ұтып кетті. 16-бірдей салым салып, сенімді түрде жеңіске жетті. Көкпардан ұлттық құрама бапкері Ақылбай Манкеев ойынның қалай өтіп жатқаны туралы пікірін білдіріпті. Жеңіс құтты болсын аға, тамаша керемет ойын көрсеттіңіздер. Дайындықтарыңызды осы жерде дәлелдеген сияқтысыздар ұзақ уақыт. Қалай енді? Не ой түйіп тұрдыңыз сіз алаң сыртында? Енді менде бірақ ой болды әйтеуір. Енді Құдай қаласа алда ақ қысымдарға соған әйтеуір аттарымыз жарақаттап алмай аман-есен жеткізсек деген ой болды. Өйткені мына құмның сәл ауырлау, көріп жатсыңдар аттар құлап жатыр бір-біріне. Бар ойым сол болды. Жігіттердің ойыны керемет. Тамаша, енді келесі ойынға дайындаласыздар. Құдай қаласа. Осылайша күллі әлем көз тіккен дүниежүзілік көшпенділер ойын біз де бақылауда ұстайтын боламыз. Атышулы блогер Мұрат Әбділда бостандыққа шығыпты. Осыған дейін әлеуметтік желіде сайқымазақ рөлінде танымал болған Мұраттың түрмеден шығып, туыстарымен жолығып жатқаны әлеуметтік желіде жарияланып кетті. Бұл туралы Миллион құрамасының актері Мансар Орынхан әлеуметтік желісінде жариялады.
Инстаграм желісінде тікелей эфирге шығып, аузына келгенін көпірткен блогер боғауыз сөздері үшін сотталған еді. Енді бостандыққа шыққан соң видеосының астында халық түрлі пікір жазып жатыр. Бірі Инстаграм желісінің королі оралды деп жатса, енді бірі Мұрат боқтамашы деп жазып жатыр. Неде болса, ендігі жерде Мұрат Әбділда түзеу мекемесінен аузын түзеп келеді деген ойдамыз. 1964 жылдан бері КВН бағдарламасымен елге танылған Александр Масляков өмірден өтті. Ол әзіл мен сатира символына айналған және талай жастардың осы салада түлеп шығуына үлес қосқан мәртебелі азамат. Ет жақындары мен достары оның соңғы жылдары өкпедегі обыр дертімен күрескендігін айтып еске алады. Көңілді тапқырлар клубының пірі 83 жасында өмірден өтті. Ақпардың бүгінгі шығарылымымызда айтарымыз осы болды. Сіздермен Уатқан Біләл. Көшпенділер ойынында спортшыларымызға тек қана сәттілік тілейміз.